керек. Мысалы, бір туысыңыз дастархан жайды, дастарханына не? Харам нәрселер қойды. Мысалы, үлкен мысал арақ қойды дейік. Ол жерге негізі әсілі баруға болмайды. Арақ қойылған кез келген дастарханға, ол мейлі туысқаныңыз болсын, кім болсын, досыңыз болсын, бауырыңыз болсын, кім болса да, арақ қойылған дастарханның басына барып отыруға болмайды. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам бұндай адамдарды лағнеттеген, араққа қатысты 10 адамды лағнеттеген. Соның бірі сол арақ қойылған мәжілісте отырғандар. Бұл пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның лағнеті жеңіл қарайтын, немқұрайлы қарайтын нәрсе емес. Пайғамбарымыз бір дұға қылды ма, бір нәрсені лағнет деді ма, ол міндетті түрде орындалады. Себебі пайғамбарлардың дұғасы мен лағнеті ешқашан кері қайтпайды. Сол үшін сондай отырыстар болса, оған бармайсыз. Себебі не? Бұл шариғаттың рамкасында орындалып жатқан жоқ. Бірақ бұны хикметпен, даналықпен айналып өтесіз.